Жаңалықтардың бүгінгі санында Барыс Қабаның алғашқы ән кеші, Ғалымжан Жолдасбайдың шығармашылық жаңалығы. Әнші Ғалымжан Жолдасбайдың шығармашылық жаңалығы мынандай. Әрбір өнер адам өнер келгеннен кейін тоқтамайды, ізденісте болады. Бірақ дей тұрғанмен былтыр біз енді 20 шақты ән жазылған болатын. Дәстүрлі әндер, сосын композиторлерден алынған әндер. Сол әндерімізбен шығармашылық кеш қойған болатынбыз. Енді сол әндерге жұмыс жасап жатырмыз бұйырса. Маңғыстау өңіріндегі бейнебаяны туралы тоқталды өнер иесі. Жақында бір Маңғыстау елінде Бозжыра дейтін жерде, сол Маңғыстау туралы Самал Ермахан екеуміздің дуэт жазылған әніміз бар еді. Соған бейнебаян түсірілген болатын. Ол ескі Жеті қайқының әндері, Қожантай Қойбас деген атамыздың әні бар еді. Сол әнге бейнебаян түсірген болатынбыз. Өзінің сабақты ине сәтімен шықты, халық бағасын беріп жатыр. Алдағы уақыттағы жоспармен бөлісті Ғалымжан мырза. Алда енді жоспарымыз осы дәстүрлі әндердің сырт мемлекеттерге, осы наурыз айында Түркияда қазақтарға қойғымыз келеді, Қытай қазақтарына, Моңғол қазақтарына, Қырғызстан еліне барып, шет мемлекеттерге сол өзіміздің ұлттық өнерімізді көрсеткіміз келіп жатыр. Олай болса, Ғалымжан Жолдасбайға шығармашылық табыс тілейміз. Жаңалықтар тізбегін ұсынған мен Мөлдір Бақытжанқызы. Амандықта жүздескенше.